Tarawih namazga берілуші 30 фазилет сыйлық туралы айтып беріңізші, хадисте келген бе, аятта. Кейбірлер үшін айтады ғой, 30 күндегі, әрбір күнде өзінше таравихте, мысалы, хадисте бар. Мұндай хадисте мен көрген емеспін, туғандар. Таравих бойынша ошол хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ман қама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби гим." Рамазан айында мынаке таравих намазға тұрып оқыса, иман менен, Аллахның өкіміне иман келтіріп, пайғамбар сүннетіне иман келтіріп, жана сауапты үміт қылып, анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилди деп айткан. Бул бир хадис. Кийинки хадисте келет, иман, ихтисаб, Алладан сауап үміт кылып ким таравих намаз окуй турган болсо, ал күнөөдөн ушундай тазаланат, кандай энеси бүгүн төрөгөн наристедей деп айткан жери бар. Бул хадис бар. Албетте біз сәждага, әрбір сәждага 1500 сауап болот деп Байхақидин риwаяттарында